Назар аударыңыз. Актриса Жұлдызай Дүйсенова ауруханаға түсті. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толығымен білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Отандық актриса Жұлдызай Дүйсенбаева ауруханаға түскенін мәлім етті. Өнер иесі Instagram парақшасында өзіне ота жасалатынын айтты деп жазады Қазнұр қызы. Не болып кетті? Қашан жазыламын? Қысқасы ота жасайтын болды. Аллаға тәуекел, дұғада болыңыздар деп жазды Жұлдызай Дүйсенбаева. Естеріңізге сала кетейік. Былтыр актриса қалың көпшілікке жан сырын ақтарып, өзінің айықпас дертке шалдыққанын айтқан болатын. Актрисаның сөзінше, аталмыш дерттің емі жоқ. Ол тіпті сырқаты салдарынан ұшаққа отырмауға тырысады. Миллионның бірінде болатын сырқат, қандай да секундта жүрегімнің соқпай қалатыны кезі болады. Сондықтан маған ұшаққа көп отыруға болмайды. Ол емделмейді. Менімен бірге кететін сырқат. Аса қауырт болмаса, ұшаққа мінбеймін. Ал енді қауырт кезде ұшаққа мініп, иманымды үйіріп, мінгеннен сүрелерді оқимын. Түскенше ешкіммен сөйлеспеймін. Теледидар да көрмеймін. Тамақ та ішпеймін, деді актриса.